тізе қап деп айтамыз, тізеге киетін. Бұның ішінде де міне көріп отырғаныңыздар барлық жеріне шөп қондырылған. Яғни тізеден жүре алмай жүрген адамдар көп мысалы. Тізесін бүге алмайды, бір жерге барған, отырып тұра алмайды. Мен қазақта енді барғанда жерге отырады, сол кезде отыра алмай жатқан адамдар мінекей. Барлығы шөп қондырылған. Мына артқы жағында мына шашқының артында мына 5 органның нүктелері бар, яғни жүрек, бауыр, өкпе, бүйрек, асқазанның нүктелері. Енді мен өзімде мен бір аяғымда, оң аяғым бүге алмайтынмын. Мылтық сияқты қақиып тұрады, бір жерге барам, отыра алмаймын, қиналамын, қысылып қымтырылып жүретін. Енді осы наколенникте де кидім, осы киген кезде осы тіземнің даже қай кезде жазылып кеткенін білмеймін. Бір күні жағы бүгеді, кәдімгідей отырғанда отыра алмайтын адам емін-еркін отырып сөйтіп осыдан жазылдым мен. Бұл наколенникте киген кезде бұл артрит, артроз, полиартрит, ревматизм, варикоз ауруларына дейін емдейді мінекей. Асқазан жағы 5 органды айтып жатырмын, сол 5 органның тек тізе емес, ішкі құрылыстағы органдарын бәрін емдейді. Уже тізеге кигенде сіздің уже қан айналымыңыз жақсарады да, қалпына келеді. Ол қан айналымы дұрысталғаннан кейін уже барлық проблемадан сіз айыға бастайсыз. Яғни емделе бастайсыз деген сөз. Өте керемет өнім. Мінекей, бұл да мысалы үйге барғанда бәрін киіп аламын мен. Поезды да, мына нені де киіп алып, жағы өкшелікті бәрін киіп аламын. Өте керемет. Оларсыз енді біз жүре алмаймыз. Күнделікті қолданатын кәдімгі өзіміздің кәдімгі киімімізге айналып отыр бұл. Және бұның емдік қасиеті өте керемет. Ешқандай қорықпаймыз, ешқандай аурудан. Осы емдік киімдерді кию арқылы көп нәрседен айығып жатырмыз. Адам уже 40 жастан асқаннан кейін ер адамдарды да, әйел адамдарда да уже проблема шыға бастайды. Жас кезінде әлде адам білмей ма, ештеңені мән бермейміз ғой, шындап келгенде жас кезімізде. Уже 40-тан асқаннан кейін осы проблема бастап туындайды. Сондықтан оған жетпей ауырмай тұрмақ бұл біздің қолданатын кәдімгі затымыз болу керек. Сондықтан да бұл жердегі барлық өнімдерді, киімдерді пайдалануды, денсаулығымызды жөндеп, өзіміздің ауырмауымызды, келешегімізді ойлап, өзіміздің ұрпақтарымыз, балаларымыздың барлығын ойлап, осы заттарды біз қолданып жатырмыз. Керемет. Ал денсаулықтарыңыз мықты болып, бай қуатты болыңыздар. Рахмет.